Біз Кенесары ханның үңгірі дейді. Судың әр жағында. Соған баратық бұйырса. Мынандай қайықпен групповой. Мынаған отырғызып жатырмын. Потому что там волна будет плясать водой. Маған да. Нам что куда? Біз келе жатырмыз Кенесары ханның үңгіріне. Келдік аяққа қарай. Теңіздің көбігіндей күнәларың кешіріледі дейді ғой. Судың көбігі. Хадис бар ғой сондай. Жағада осындай нелер жиналатын болып тұр ғой, көбіктер. Теңізді көлкен болады. Кет дегенді ары қарай. Группой уйти туда и следной группой обратно. Если по дороге вы поймете, что вы устали, тяжело вам идти, решаете остаться, обязательно меня, пожалуйста, предупреждайте, но остаетесь на месте, обратно не возвращаетесь. Обратно мы тогда будем идти и всей группой вместе пойдем. 12 минуттай жүреміз дейді орманның ішімен. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы осы жерге келіп тоқтаған дейді. Осы кішкентай үңгір тарихи жер екен. Қазір Алла қаласа оны көреміз көзбен. Скальная такая часть, черные камни плоские были, большие, порождены. А с этой стороны каменная стена такая высокая. Между вот, чтобы ни влево, ни вправо не идти, потому что вправо уйдете, вы на эту стих не попадете, влево уйдете, это вы его вот так с той стороны. Значит, демалатын жер, тамақ ішіп. Круглый стол дейсің. QR-код. Это современная работа, штучки. QR-код это ссылка на местный бурабайский сайт. Так, тауға қарай көтіп подиум басталды. Подиумға көтеріліп жатырмық. Мына жерде 1852-1847 Кенесары Қасымұлы Мұрат өзмелесін. Белге қойылған. Жаңа белгіден ары қарай андай тастан жасалған лестницалармен шығып келе жатырмық. Баспалдақ. Таудың үстіне қарай. Мынаның үстіне дейін келе жатырмық қой.
Маған дейін. Алдымызда ағаш бар, лестница бар. Ne jeri ödeyim? Öngörü. Yanında tisik var. Şimdi Kеңесар атамыз осы үңгірде қонған дейді. Келіп осы жерде. Осы үңгірде түнеген дейді. Машалла, алхамдулилля. Атамызды Алла Тағала күнәләрін кешірсін. Біз Кенесары ханның соңғы қазақтың ханы үңгірінің үстің жағындамыз. Осы үңгірде келіп қонған Алланың құдіреті мына тастың үстіне талдар шығып жатыр да. Әне кішкентай талдар. Алланың құдіреті. Керемет табиғат. Алланың жаратқан. Үңгірдің ішінде отырмыз. Кенесары атамыз осының ішінде отқан шығар. Ойланып, қалай соғысса болады. Елімізді қалай мына орыстардан құтқарамыз деп осының ішінде ойланған шығар, я. Сол жерде біз отырмыз қазір. Алланың қалауымен. Тарихи жер ғой. Ішіне от жаққан ба, күйдірген ба бірден қылып жүрген. Мына жерде мына жерге тұруға болады, басың тимейді тұрсаң. Төбесінде тесік бар. Мына жерде от жағатын жер ғой деймін жүрді. От жағуға болатын. Әрқашан осы жерге келіп тұрған дейді ғой. Кенесары атамыз. Жалпы ол сияқтың тумасы.
Biz de мына үңгірдің ішінде отырып ойланып тұрмыз. Елімізге Алла тағала әділ басшылар нәсіп етсін, иманды деп ойланып отырмыз.